Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен қарбыз қабығынан қалай варенье жасауды сіздермен бірге бөлісеміз. Өзім үйде қалай жасап жүргенімді көрсетемін. Алдымен қарбыздың қабығын, жаңағы сыртындағы жасыл қатты қабығын алып тастаймыз да, қызылын тоже пышақпен кесіп алып тастап, содан кейін оның мынау қатты бөлігінен дайындаймыз. Бұл беттелген кескішпен орталарынан бір бөліп осылай кесіп шықтық. Енді осыдан сироп болу үшін кішкене пешке қойып қыздырамыз. Сиробы қайнады, енді қайнап жатыр, енді ағыздарды біртіндеп қосып қайнап жатқан сиропқа саламыз. Бірінші қайнатылымы аяқталды, енді астын сөндіремін. 2 сағат, 3 сағаттан кейін толық суып біткен кезде екінші кезеңі басталды. Мынау вареньеміз суығаннан кейін екінші қайнатылып жатыр. Негізі бұл вареньені 3 рет қайнатады. Қайнатқанда, қайнағаннан кейін ақырын отта 10 минуттан ғана қайнатып жатырмыз. Мынау ең соңғы 10 минуты. Мінекей осымен 10 минуттан соң варенье дайын болады. Сиропымен өте тәмді, әдемі. Осылай етіп барлық банкілерге құйып шығамыз.